Ассаламу алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін духовкаға спагеттиді және де тауықтың аяқтарын дайындайтын боламын. Өте дәмді болып шығады және де ауызашарға дайындап көрулеріңізге болады. Каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыз, жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыз. Қажетті заттарымыз: спагетти, томатты соус, аджика, сұйық май, приправа, соевый соус, тауықтың аяқтары, тұз, бұрыш, қызанақ, сарымсақ және де чесногымыз қажет болады. Ең алдымен тауықтың аяқтарын құрғатып алып, пышақтың ұшымен осылай әр жерден домалақтап, яғни тесіп алатын боламыз. Бұл тесіктерімізге біз арнайы осындай ұсақтап туралған чесногымызды салып шығатын боламыз. Сол кезде тауықтың аяқтары өте дәмді болып шығады. Томатный соусымызға сұйық майымызды құйып, араластырып, тауығымызға саламыз. Одан кейін соевый соусымызды салып, приправа барлығын салып, осылай қолымызбен жақсылап араластырамыз. Тауығымызға маринадымыз жақсылап сіңу қажет болады. Одан кейін бөлме температурамызға 1 сағатқа немесе тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар болады. Тауығымызды формамызға салып, қалған маринадтарымызды осылай щеткамен беттеріне әдемілеп жағып шығатын боламыз. Чесногымызды жақсылап теркамыздан өткізіп аламыз. Сарымсағымызды 2 бөлікке бөліп, әр бөліктерімізді осылай жіңішкелеп турап аламыз. Қызанағымызды да осылай ортасынан бөліп, оны да жіңішкелеп турап алуымыз қажет болады. Одан кейін дайын тұрған қосатын заттарымыздың барлығын араластырып, бұрышымызды барлығын араластырып, суымызды құйып, дайын маринадымызды осылай жақсылап дайындап қоятын боламыз. Одан кейін формамызға спагеттимізді салып, спагеттиміздің үстіне туралған қызанағымызды, сарымсағымызды салып шығатын боламыз. Одан кейін дайын тұрған соусымызды барлық жеріне жақсылап құйып алатын боламыз. Одан кейін тағы да су құятын боламыз. Су құйғаннан кейін осылай вилканың көмегімен араластырамыз. Өйткені аралары жабысып, бір-біріне дұрыс піспей қалуы мүмкін. Духовкаға 180 градуста 45 минут пісіреміз. Міне біздің өте тез әрі қолжетімді заттардан тұратын ауызашарға дайындап көруіңізге болатын осындай духовкада спагетти мен тауықтың аяқтары дайын болды. Басқа да түрлі рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Оразаңыз қабыл болсын.